Қадірменді көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Бүгінгі қонағымыз студия төріне жайғасыңыздар, таныс болыңыздар. Бізде қонақта Түлкібас ауданы Әлия Молдағұлова жалпы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Ойлыбаева Гүлнұр ханым, қош келдіңіз. Қош көрдік. Қалыңыз қалай жеттіңіз? Жақсы, аман есен, саламатсыздар ма? Ең алдымен бүгінгі керемет мереке ұстаздар күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Рахмет. Мұғаліміміз енді бұл кісі жұлдыз кісі. Үлкен бір жобасы бар, медиа. Соны толыққанды айтып берсеңіз бізге. Қандай жоба? Ғаламтормен жұмыс істейтін барлық ұстаздар білетін шығар, иә? Осы жобаңыз туралы бізге толығырақ таныстыра өтсеңіз. Жалпы есімім Ойлыбаева Гүлнұр Жаңабекқызы. Түлкібас ауданы Әлия Молдағұлова атындағы жалпы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімімін. 18 жылдық еңбек өтілім бар. Бір әрістің бір қайыры бар дейді ғой. Пандемияның тұсы осы жобаны бастауыма бір қажеттілік туындады. Жалпы сол уақытта ұстаздарға актының мүмкіндігін қолдану, оқушыларға жеткізу бір қиындау болды. Осы сәтте мен көп іздендім, түрлі курстарға қатыстым. Оқушымен байланысты қалай орнатамын, видео сабақ қалай түсіремін, сабағымды қалай оқушыларға жеткіземін, оларды қалай қызықтырамын, үйде отырған оқушылар. Осы сұрақ тек менің ғана көкейімде емес, бірнеше ұстаздардың, жалпы барлық ұстаздардың көкейінде болды. Осы бағытта видео түсіру, жалпы интерактивті сервистерді үйрену туралы, инфографиканы қалай құру, презентацияны қалай құру, осы туралы бірнеше курстарды қатар оқыдым. Оқи жүріп, бірден өзімде курс бастап кеттім. Үйрене жүріп, үйреттім десем де болады. Содан тәжірибе жинақталып, осы 3 жылдың көлемі болды, медиа ұстаз жобасының авторымын. Яғни, мұғалімнің үздіксіз үйренемін десе, оған ешқандай шектеу жоқ екен. Жалпы өзім Жабалы деген ауылдың мұғалімімін, бірақ осы әлеуметтік желі арқылы өзімді дамытып жүрген ұстазбын. Яғни, шалғай ауылда тұрсам да, республика көлемінде ұстаздарға осы қажетті контентті үйреттім десем де болады. Тоқталып өтсеңіз, қандай контенттер? Нені қамтисыз ол жерде? Енді бұл жерде жалпы мен алдында марафон қылып бастадым. Марафон қылып бастаған кезде мұғалімдер қажет екені өзімде түсіндім, және мұғалімдер де түсінді. Және ол кісілер бізге осы сайттардың тиімділігін, жалпы мұғалімнің әлеуметтік желіде өзін дамытуын үйретсеңіз деген ұсыныстар түсті. Міне осы бағытта жоба өзінің көлемін үлкейтіп, жалпы дамыта түсті десем де болады. Қазір заман ағымы өте қарқынды дамуда. Біз уақытымызды бос өткізбей, ұстаздар қауымы осы контентті пайдалы тұста дамытсақ деген ұсыныстар түсті. Осы бағытта өзім YouTube канал аштым. Сол YouTube каналда өрлеу біліктілік арттыру орталығымен, педагогикалық шеберлік орталығымен байланыса отырып, сабақтар түсірдік. Мұғалімге қажетті ақпараттарды түсірдік. Сабақтың өтудің тәсілдерін түсірдік. Міне осының барлық ұстаздарға қажет болды. Яғни YouTube канал жүргіздік. Бұл жерде оқушыны қалай сайыстарға дайындау керек, мұғалім өзі сайысқа қалай дайындалу керек. Осы бағытта YouTube каналды, Instagramды, Instagram әлеуметтік желісінде ұстаз ретінде қалай дамыту керек. Мұғалімнің кәсіби даму жолын жаңағы жоспарлап, сол бойынша жаңағы әлеуметтік желіні дамытуды бастадық. Курстар үнемі жалғасуда. Жалпы ізденем деген, үйренем деген ұстазға қазір сайттар, интербелсенді әдіс тәсілдер өте көп. Осы әдіс тәсілдерді қолданған мұғалім, ол өзін әрі дамыта түскісі келеді. Сіздің өзіңіз жұртқа, басқа ұстаздарға үйретіп жатырсыз. Дегенмен, сіз ол білімді қай жақтан алып жатсыз? Жалпы қазір қазақ тілді платформалар, қазақ тілді осында үйрететін арнайы сайттар қаншалықты қолға алынған елімізде? Бізде осы біз шетелден ағылшынның сайттарынан үйренеміз. Сол сайттар, орысша сайттар бар. Сол сайттарды өзіміз үйреніп, өз бойымыздан өткізіп, сол әдіс тәсілдерді оқушыларға бірінші
қолданып, оның тиімділігін мен видеоға түсіріп, жаңа Zoom арқылы, Meet деген қазір бізде жаңағы тікелей трансляциялар арқылы мұғалімдерге үйретемін. Қазақстан бойынша белсенді ұстаздарымыз бар. Өзіміздің әлеуметтік желіде өзін-өзі дамытып жүрген керемет ұстаздар бар. Осы ұстаздар өзіміз ортаға саламыз, өзіміздің тәжірибемізді бөлісеміз, бір-бірімізге үйретеміз. Одан кейін дайын болған жұмыр дүниені біз жаңағы өзіміздің әлеуметтік желіге салып, оны жаңағы таратамыз. Қазір егер сәл өзін дамытып мұғалім ізденсе, дайын сайттар өте көп. Бірақ соны қазақша контентте біз дамыта түсуіміз керек. Енді оқушылар сіздің бір-екі әдіс тәсіліңізбен бөлісе кетсеңіз мүмкін, егер енді құпия емес шығар қазіргі уақытта, балаларға қайсысы тиімді, қайсысына өздері бір қызығушылық білдіріп, жаңағы белсенділік танытып жатады? Енді бізде сабақтың өзінің әрбір кезеңдері болады. Ол әр кезеңге қолданылатын түрлі әдіс тәсілдер болады. Ол әдіс тәсілдерді біз бір сабақта қайта-қайта қолдана бермейміз әр сабақта. Оның өзінің әр пәннің де өзінің пайдаланатын жағымды тұстары болады. Соны әр ұстаз өзіне тиімді жағын қолдану керек. Мысалы, мен Flippity деген сайт бар, барлық айтып тұрмын ғой шетел тілінде. Сол сайтты мен сабақ сайын қолдана бермеймін. Өйткені одан оқушы жалығады. Сондықтан мен оқушыны жалықтырып алмас үшін көп ізденуім керек. Үй тапсырмасын сұрау. Үй тапсырмасын сұраудың өзінің бірнеше әдіс тәсілдері бар. Сол әдіс тәсілдерді алмастыра отырып, сабақтың күрделілігіне қарай, жалпы алмастыра отырсақ, оқушының қызығушылығы арта түседі. Және өзіміз ғана қолданып қоймай, сол сайттарды оқушыларға үйретіп жатырмыз. Қазір оқушыларға сен оқып кел, түсінік айтып кел десең, оларға қызық емес. Ал өзіне берсең, өзінің шығармашылығы арта түседі. Ал бұған негізі оқушылар осы әдістемеге үлкен сыныптар қызыға ма, әлде кішкентай сыныптар қатты белсенді араласа ма қалай? Енді қазір білесіздер, барлық оқушылардың қолында смартфон. Сондықтан үй тапсырмасын берген кезде 5-ші сыныптан бастап сабақ беремін енді өзім. Оқушыларға тапсырма берсең, соны сен ойламағаннан да керемет қылып жасап келеді. Яғни оқушыларда мүмкіншілік көп. Яғни бұл әдістемелер оқушылардың қызығушылығын арттырып, сабаққа деген ынтасын ынталандыру мақсатында жүргізетін нәрсе. Әлеуметтік желіні оқушылар пайдалы тұсынан, дұрыс жағынан пайдаланса дейміз. Ал балалар енді пән олимпиадаларына, түрлі байқауларға жиі қатысады, мектеп оқушылары. Оған қаншалықты әсер етіп келе жатыр балалардың жетістігіне? Менде жаңағы жобамда креативті презентация деген түрі бар. Одан кейін осы байқауларға арналған сайттар бар. Сол сайттармен мен оқушыларым да мұғалімдерім де жақсы жетістікке жетіп жүр. Жаңа қарапайым презентациядан гөрі сайттағы презентация, мысалы, бірнеше ұстаз қатысады, бірнеше оқушы қатысады, ал сайттағы жаңағы өзінің талапқа сай құрылған презентациялар, видеолар бір ерекше көрінеді. Осы тұста біз жақсы жетістіктерге жетіп жүрміз. Өзімнің былтыр ғана оқушым ғылыми жобадан осы сайттарды пайдалану арқылы, әлеуметтік желіні тиімді пайдалану арқылы жаңағы жақсы жетістікке жетті. Керемет. Енді сіздің тыңдармандарыңыздың, көрермендеріңіздің арасында жалпы мұғалімдер қай аумақтың ұстаздары, қай аумақтан келген? Жалпы басым бөлігі көрермендер. Жалпы менің өзім үйімде студиям бар. Білесіздер, хромакей, өзімнің студиям бар. Сол студиядан бастап алды. Үйде оқушыларымды дайындаймын, мұғалімдерді дайындаймын. Жаңағы сайысқа қатысқан ұстаздар облыстық, аудандық, облыстық көлемде барған байқауларынан орынсыз қайтпайтын. Ол кісілердің рахметі, ол кісілердің алғысы мені шабыттандыра түсті. Яғни жаңа дүниені үйренуге ары қарай жетелей түсті. Тек қана өзімнің ауылымда емес, аудан көлемінде, облыс, республика көлемінде жаңаға ұстаздарға үйретіп, үйрете жүріп, өзім үйреніп, ол кісілер үйренген дүниелерін жаңағы қолданып, жақсы жетістіктерге жетіп жатыр.
Жалпы 18 жыл болды, иә, өзіңіздің осы салада жүргеніңізге. Осы уақыт аралығында енді түрлі кезеңдерден, түрлі жүйелерден өттіңіз. Не түйдіңіз деп айта аламыз? Жалпы мұғалім өзінің ізденуін тоқтатқанда, оның мұғалімдігі де тоқтайды. Сондықтан мына қазір қарқынды өзгеріс заманында сол заман ағымынан ұстаз деген сол ағымнан қалмау керек. Үнемі даму үстінде болу керек. Мына 2015 жылы бізде жаңартылған білім беру бағдарламасы, деңгейлік оқытулар деген болды. Міне сол кезде біз 3 ай жүріп, 1 ай жүріп оқыдық. Компьютерді өзіміз сол кезде меңгердік, міне 2015 жылдары. Содан бері міне үздіксіз дамып келе жатырмыз, үздіксіз оқып келе жатырмыз, жаңаны үйреніп келе жатырмыз. Міне қазіргі Z ұрпақ деп жатамыз ғой, мұғалім яғни өзін кәсіби тұрғыда жоспарлы түрде дамытып отыру керек. Ұстаз болу үшін жалпы не қажет адамға? Ұстаз болу үшін ұстаз ұлы қасиет қой, ұстаздық. Өзінің ұстанымы болу керек ұстаздың. Жалпы қазіргі таңда тек қана өз пәніңді біліп қана қою емес, жаңағы айтып жатырмыз ғой, үздіксіз дамып отыру керек. Біз өзіміздің мектепте жалпы жас мамандармен жұмыс жасаймыз. Жас мамандар клубы деген бар. Тек қана жаңағы оқушылармен ғана емес, жалпы ұстаздармен де түрлі тренингтер, коучингтер жүргіземіз. Тек қана мына әлеуметтік желіде емес, мектепте де ұстаздарға жаңағы көбірек көмектесеміз, бірлесе жұмыс жасаймыз. Бізде қазақ тіл пән мұғалімдерінде әсіресе байқаулар өте көп. Байқаулар өте көп. Сол байқауларды алып жүру, мұғалімнің өзінің байқауға қатысуы, оқушыларды дайындауы, түрлі олимпиадаларға дайындау, міне осының барлығын жүйелі түрде, жоспарлы түрде жүргізіп отырамыз. Бұл бастамаға тек жас мұғалімдер ғана ма, әлде үлкен еңбек өтілімі көп мұғалімдер де араласып жатыр ма қалай? Жоқ, бұл жерде жас мұғалімдер емес, жалпы зейнет жасқа жеткен мұғалімдер де қызығушылық танытып жатады. Түрлі пән мұғалімдері оқып жатады, өзін дамытып жатады. Яғни сіздің жобаңыз тек осы қазақ тілі мен әдебиет пәніне ғана емес, жалпы мұғалімдерге арналған. Түсінікті. Негізі қанша уақыт өтесіз сабағыңызды? Толығымен меңгеріп шығу үшін бір мұғалімге қанша уақыт қажет деп айта аламыз? Заманауи білім. Енді бұл жерде жобаның көлемі ауқымды, мұғалімдердің сұранысына қарай. Ол жерде мысалы барлығын үйрете салу деген бір 10 күннің ішінде деген ол шала тірлік болады. Сондықтан жаңағы жеңілден бастап күрделіге қарай алып өтеміз. Жеңілден бастаймыз мұғалімнің қажеттілігіне қарай. Және мұғалімдердің жаңағы білу деңгейіне қарай. Егін түр. Яғни жеке сабақта өте аласыз ба? Жекеде түрде сұрайтын ұстаздар болады. Және бұл сабақтардың барлығы мен YouTube каналында, Instagram парақшамда тұр, қол жетімді. Ұстаздар сол сайттарға кіру арқылы да үйрене алады. Өзінің талабына байланысты. Ал кейбір ұстаздар, мен сізбен осылай жеке үйренгім келеді дейтін де ұстаздар болады. Егер жеке сабақ өткен жағдайда ол шамамен қанша уақыт өтеді? 1 ай немесе жарты жыл, немесе мүмкін 1 апта көлемі шығар? Мұғалімнің қабылдауына байланысты. Мұғалімнің қабылдауына байланысты. Енді қаншама мұғалімге сабақ бердіңіз ғой осы уақытқа дейін? Жалпы мұғалімдердің қызығушылығы, білім деңгейі қалай екен, өзі бүйтіп сізге де ой айта ма? Осындай істесек, осы жерге мынандай қоссақ деген сынды? Жалпы Қазақстан бойынша біршама ұстаздармен жұмыс жасадым. Ол өзімде кәсіби өсуіме өте көп септігін тигізді. Жалпы түрлі бағыт қой бізде, түрлі бағытта сұраныс көп. Енді ол кісілердің барлығын талабын орындау, мұғалімдермен тіл табысу, ол деген оңай шаруа емес. Бірақ қажеттілігінше өзім үйрете отырып, ол кісілерден де мен көптеген өзіме пайдалы тұстарын түйдім. Сіздің оқушыларыңыздың арасында мұғалім болуды таңдап жатқан, мұғалім болуды өзіне өмірлік мамандық ретінде таңдап алып жатқан жандар қаншалықты кездеседі?
Енді осы 18 жыл өтілінде көптеген шәкірттеріміз қазір жақсы мұғалімдер өздерінің рахметтерін айтып жатады. Кеше ғана біздің оқу ағарту министрлігі Ғани Бейсенбаев жақсы челлендж бастады ғой. Өзім де осы дәрежеге жеткізген, үлгі тұтқан ұстаздарыма өзім де рахметімді айтып, жаңағы мен де челленджімді жолдадым. Сол сияқты кешеден бері өзім де оқушыларымнан жақсы жаңағы рахметтерін алып жатырмын. Оқушыларым біршамасы осы Қазақстан бойынша жақсы ұстаздар. Өзімнің қызым да осы анам сияқты ұстаздық жолын таңдайым деп, жаңағы 3-ші курстың студенті, анасының ізімен келе жатыр. Қазақ тілі мен әдебиеті. Ал жас мамандар, қазіргі уақытта келіп жатқан мектепке енді жаңадан жұмысқа тұрғысы келетін, немесе тәжірибе алуға келіп жатқан мамандар. Олардың бойында, қазіргі жастардың бойында қандай қасиет бар, мүмкін сіздерде болмаған, не жетіспейді немесе оларға не керек? Қазіргі мектепке келген жас мамандар жалындап тұр. Олар жаңалықтың жаршысы. Енді оларға жаңалықты берсең, жақсы қабылдайды. Жас мамандарға тек қана дұрыс бағдар беру керек. Бізде осы жас мамандар сайысы, модераторлар сайысы, одан кейін сарапшылардың сайысы деген сайыстар болып тұрды. Жас мамандар мен шығармашылық топтың апталықтар, онкүндіктері болып тұрады. Бір-бірімен тәжірибе алысып отырамыз. Яғни жас мамандарды біз кәсіби даму жолында үйретеміз. Яғни қолдау білдіреміз. Жалпы осы тәжірибе алмасу жұмысына келейікші, тек жас мамандарға емес, жалпы ұстаздарға мүмкін аудан көлемінде, облыс көлемінде қаншалықты жиі болып тұрады? Сіздер өздеріңіз қаншалықты қатысып отырасыздар? Бізде үздіксіз іс-тәжірибе тарату, жалпы іс-тәжірибе бөлісу семинарлары, тренингтері жиі болып отырады. Сол тренинг кезінде біз өзімізге пайдалы тақырыптарды қозғап, бір-бірімізге қолдау білдіріп отырамыз. Ол үздіксіз. Жалпы республика көлемінде мүмкін жаңағы министрліктен сіздерге келіп, жаңағы арнайы мамандары келіп, сондай тәжірибе алмасу жұмыстарын, шеберлік сабақтарын өткізіп отыра ма? Жоқ әлде мүмкін біздің ұстаздар барып отыратын шығар басқа қалаларға? Жалпы қазіргі уақытта онлайн түрде жиі өтеді бізде. Онлайн түрде өтеді. Былтыр ғана педагогикалық шеберлік орталығынан іс-тәжірибеңізді көрсетсеңіз деген бір ұсыныс түсті. Ол бізде офлайнда, онлайн түрінде де жаңағы өзіңіз айтпақшы үздіксіз жүріп отырады. Енді сұрамасам болмас, сіздің жалпы осы жұмысыңыз, осы бір қызметіңіз, ұстаздық қызметіңіз екеуі бір-біріне кедергі келтіріп жататын, үлгермей жататын сәттеріңіз болып тұра ма? Енді әрине қазір екеуі де оңай жұмыс емес, оңай жұмыс емес, оңай жұмыс емес, бірақ заманның талабы, үлгеруге тырысамыз. Енді кейбір мұғалімдер жаңа әдетте айтып жатады, мұғалімнің жұмысы қиын, жаңағы неше түрлі толтыратын қағазы бар, басқа бар, балаларды сабаққа дайындайтын жаңағы әдістеріміз бар, оның бәріне үлгермей жатамыз деп. Енді тек оқушыларға ғана емес, ұстаздарға да сабақ беріп отқаннан кейін? Енді ол үздіксіз жүретін процесс, бірақ кезең-кезеңімен. Жоспарлы түрде кезең-кезеңімен. Түсінікті, тамаша. Енді бізге берілген уақытты өз мәресіне жетіп қалыпты. Осы көрермендерге айтар ықылас тілегіңіз болса, бүгінгі ұстаздар мерекесімен құттықтағыңыз келсе, ізгі тілектеріңізді арнағыңыз келсе, мархабат, сөз кезек өзіңізде. Жалпы отырар телеарнасына үлкен рахметімді айтамын. Ұстаздар күні биылғы жылы 5 қазан арнайы мереке болып қабылданды. Осы мерекеге тұспа-тұс сұхбат беруге шақырып отқандарыңызға көптен көп рахмет. Жалпы Қазақстан бойынша Түркістан облысы, Түлкібас ауданына жалпы барша ұстаздарды кәсіби төл мерекелерімен құттықтаймын. Әрдайым шығармашылық шабытта болыңыздар деймін, шаршамаңыздар, мерекелеріңіз құтты болсын, білімді, білікті шәкірттеріңіз көп болсын дегім келеді. Ал біз сізге уақыт бөліп келгеніңізге көп рахмет айтамыз. Жетістіктеріңіз таусылмасын, оқушыларыңыз биік шыңдарға шығып, сіздердің тек мерейлеріңізді арттырсын деген ізгі тілекпен. Және де бүгінгі мерекеңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Рахмет.